Ассаламағалейкум дәурен, қалайсыздар? Аман есенсіздер ма? Жылқыларыңыз бабында тұрмаға, қалайсыздар? Шаңырағыңызға қонаққа келіп қалып едік. Қош келдіңіздер. Осы аға, осы жақында болған Әбдіжаппар Әлқожа ағамыздың көкпарында салымыңыз құтты болсын аға. Рахмет. Алла разы болсын, жалғасын тапсын, жоқсы болсын барлығын. Әмин, әмин аға, айтқаныңыз келсін. Осы енді жылқыларымыздың орындарымен таныстырып өтсеңіз өзіңіз бір кішігірім сұхбат беріп жіберсеңіз. Енді бұл бөлме былайша айтқанда қос комната дейді ғой. Бұл жаңағыдай ер-тұрман тұрады, жем. Пока биыл осы бөлмемен ептеп дайындалып неғып жатырық. Келесі жыл былай қарай жалғасады, үлкен қоралар түседі. Бастамасы білесіздер, кішкене дағдарыс, кризис болды. Соған осы Дәурен аға, енді осы көкпарға деген өзіңіздің қызығушылығыңыз қай уақыттан бері немесе қай жасыңыздан бастап артты өзіңіздің қызығушылығыңыз көкпарға? Енді Жылқыға жалпы. Бала кезден бастап қаны қазақтың өзі қанымызда бар нәрсе ғой. Бала кезден бастап атқа қызықты, жаңағыдай әйтеуір көлік атауына қызықты қой. Кішкентай кезден машина, ат. 2017-тен бастап осы қашан армандап жүре береміз. Білексіз мана кірісейік деп бірінші ат алып бастадық. Себепші кісілер болды. Өзім туған ағам, қазір Әбу деген палуан шауып жүр. Сол кісінің де үлесі қосылып, осы ат алып, ат шаптыр деп содан кірісіп кеттік білексіз мана. Әйтеуір Аллахтан қалау екен, Аллах бұйыртқаннан кейін осы ат алып шаптырып бастадық. Дұрыс аға, дұрыс. Сұлу аттарыңызбен таныстырып өтсеңіз, орындармен деген сияқты аға. Бұл енді өзі артына алды-арты деп бөледі атты. Артына шауып жүрген ат. Жаңағыдай бірінші құна кезінде өзім алып шаптырғанмын. Бұны ең бірінші көкпарға Түлкібастық Абай деген палуан шапқан басында. Сол үйретіп өзі шауып бастады да, сосын бір жерге сатылып, өткен жылы қайтып сатып алдым. Командаға деп алдым, командаға қостым. Шымкент қаласының командасына қосып, сосын жаппайды да шауып отыр. Қазір артына істеп жатыр. Армада деген аттың артыңғы аты. Есімі кім ола? Бұның аты Мегаполис. Мегаполис. Аты керемет екен да. Осы Мегаполис Шымкент қаласының артынан командаға қосқаннан кейін Мегаполис деп қойғам. Бұл универсал командаға да, жаңағыдай жаппайға да шауып жүрген ат. Қара торы келген керемет сұлу ат екен. Торы, аяққа, қасқа. Тұратын жері осы, әйтеуір бары. Сосын мынау екінші вольерде тұрған бұл Сұлтан Торы деген ат. Бұл кішкене мінезді. Бұл Сұлтан Торы деп айтып қойған себебіміз Қазығұртта мықты атбегі Сұлтан деген кісіден шыққан. Сол кісіден ағаннан кейін атына заттай болсын деп Сұлтан Торы деп қойдық. Бұл да тор ат. Қазіргі таңда үлкен тойларда, үлкен додаларда салымды болып жүр. Аллахтан қалауымен әйтеуір бағы мен бабы сай кеп тұрған аттың бірі. Өзі адам таңдайды, жатырқайды. Тұрған жерінде кішкене сәл еркелік мінезі бар. Сондай ерке аттарымның бірі дейсің. Еркелеу. Осы аға көкпарда жарма, құма болып бөлінеді. Соның айырмашылығын айтып берсеңіз бізге. Айырмашылығы жарма енді екі мерей болады. Жарма деген сол бір шартақ дейміз ғой енді жаңағы. Мінбенің алдында бір дода болып байланады. Құма деген сол екі мерей, төменгі пәскі мерей деп айтады. Барып аласың, мысалы пәленше салым, келіп аласың, пәленше салым дейді. Айырмашылық сода. Қазіргі таңда енді мынау Аллахтан қалауымен осы дамып атқан көкпарымыздың дамып атқан заманында бұл жарма болып шабылғаннан гөрі мен жеке өзім пікірім құма болып шабылған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені аттың саны қазір шегі жоқ болып кетті. Аттар өте көп. Қазір мысалға жармаға шаптыратын болса бір додада 1000-нан астам ат айлану өте ауыр тиеді. Палуанға да атқа да. Бұл біздің қайта көкпарымыздың дамуы, ол әйтеуір екіге бөліп шаптырады да былайша айтқанда. Сәл жеңілдеу болсын деп сол құма болып шабылған дұрыс. Негізінде мен өзім жеке ой пікірім. Дұрыс айтасыз, дұрыс. Келесі ат бұл Армада деген кеше Әбдіжаппар
Осы тұлпарыңыз ба Әбдіжаппар Әлқожаның? Иә, салымын. осы ат Әбу Палуан салған ат. Бұл былтыр алғамын Медет деген кісіден. Аты есімі Армада. Өзі биік, тазаған шатысы бар. Қызығып, жас әлі. Енді биыл жақсы көкпарларға енді түсіп жатыр. Аға, сіз жасы деп атсыз, мысалы, аттың жасын, мысалы, тісіне қарап анықтайды дейді ғой. Иә. Оны қалай анықтауға болады негізі? Оны әртүрлі тәсілдері бар. Жаңағыдай тісіне қарайды, біреулер түр әлпетіне өзі көрініп тұрады. Негізінде былай жалпы айтқанда, ат түсінген адам өзі біледі ғой. Кара ат, жас ат болып өзі түрінен де көрініп тұрады. Атбек ағалар өздері сразу. Иә. Былайша енді жаңағы тісін ашып көріп, жаңағы таңбасын санап атады. Тісін ашып көріп, таңбасын санап атады, азуын, үшкірлігін көріп атады, азуы басылып қапты дейді. Айғырлығы шыққанына қарай азуы да тез шыға береді, бір жыл арысы берсі. Тіс мәселесі, жас мәселесі сол, оның. Аяғына жем түсіп, шығып ауырады, оның қалай алдын алуға болады негізі? Алдын алғанда режиммен бағу керек. Режиммен бағу керек. Режим. Адам сияқты ол да режим. Спортсменнің тірлігі ғой бұл жерде. Мысалы, атта как спортсмен сияқты жаңағыдай жем шөбін уақыт сағатымен беру керек. Суын уақытылы беру керек. Апталуы дұрыс болса, өзі де дұрыс болады. Аттың мысалға жемін қорытып үлгере білу керек та. Су ішкенге дейін ат жемін қорытып үлгерсе, сол кезде жем түспейді. Өз нормасы болады. Атты қинап көп беру беруінде қажет жоқ. Өз бір нормамен ұстаған дұрыс та. Мына жақта бір ат тартып бұл да Ақтанау деген ат. Мен бұны жаңағыдай бұны да командаға қосқам. Бұл алды болып ойнай ма? Жоқ, бұл арты. Бұл да арты. Құдай қаласа биыл тағы да ниет бар. Аттарын бәрін Шымкент қаласының абыройына, намысына шаптырсам деген командаға беріп, осы аттардың бәрін шаптырам деп отырмын. Құдай қаласа, бұл Ақтанау. Бұл ат шулы палуан Сырмызбасаров деген жігіт. Өзім бауырым. Сол кісінің әкесі Нұржан көкемнің қолтумасы. Өзі баптап, қақтап шығарған. Сол кісілерден алғанмын. Әйтеуір Аллахқа шүкір, жаман болған жоқ. Үмітімді ақтап жатыр. Шығып жатыр. Бұл да жаңағыдай артына шабатын ат, артын қат. Бұл да Құдай қаласа биыл Шымкент командасына ойнайды деген үміттен. Іріктеуден өткізіп. Осы ағам, мысалы, көп адамдар, атбегілер өздерінің аттарын, аты шулы өзі шабандоздар болады, сондайларға шаптырғысы келеді. Сіз өздеріңіз қандай шабандоздарға шаптырасыз? Енді аты шықпаған небір шабандоздар бар, мықты. Олардан мен айтпаймын, бұл өте көкпар деген опытпен келеді ғой. Жаңағыдай палуандардікі де өте үлкен опыт. Бұл оңай дода емес, ол жерде оңай адам шабылмайды. Үлкен палуандардың құрмет қошеметі ол өте бөлек, ерекше еңбек, оларды да бағалай білу керек. Дегенмен де ауыл арасында жүрген мықты палуандар бар, жоқ емес, бар. Оларға да атты беріп, сен шығармасаң, оған мысалға мен бермесем, сен бермесең, ол қақтан үлкен палуан болады. Өйткені көкпардағы 100%-тің 50% аттың тірлігі болса, 50% палуанның тірлігі. Жаңағыдай, ол палуанға да ат беріп, оны да шаптырып, көрсете білу керек та. Былайша айтқанда, қолдау көрсету керек палуандарға. Жас палуандар бар. Жасы кеп қалса да жаңағыдай, көбісі пәленшенің аты шықпаған дейді да, оған ат беруден қашан. Мен өзім ертең мысалға көреді, қанша халық көреді бұл сіздердің видеоларыңызды. Олай таңдамаймын. Келіп сұрайды, әйтеуір бір Алланың жазғаны болса, салады. Салмаса, ол біздің пешенемізде жоқ деп түсінеді. Сол үшін жас палуандарды ауыл арасында жүрген палуандарды шығара білу керек. Оларға да ешкім аспаннан дәу палуан болып түскен жоқ қой. Әйтеуір қолдау көрсетіп, бәрі сөйтіп үлкендердің арасына қосылып кетіп жатыр. Оны білетін адам өздері. Өзіңіздің, мысалы, әркімнің өзінің бір тәсілі болады деді, атты баптайтын, мысалы. Өзіңіздің тұлпарларыңыздың күтіміне қандай да бір ерекше тәсіліңіз бар аға? Меніңкі бірінші очередте тұрған ол режим. Мінілу уақыты,
жем беру уақыты азанғы 8 кешкі 8-де міндетті түрде сағатпен беру. Сосын жаңағыдай нормасы болады. 2 кило, 3 кило, 5 кило деп қазіргі шауып жүрген аттарға біз сәл аздау береміз. Ертең жаздың күні шілделеген кезде, мен мысалға өзім 100 күн шілделеймін. Сол кезде көптеу береміз. Ат өзі қайтқанша береміз да. Бұл кезде жаңағыдай толық кешелеп қосып береді. Қосып күн енді бір 5 күн сайын қосып көбейтеміз. Бірден берсең, жаңағыдай ат бірден жем түседі. Ат ауырады, отравление болады, ішінде брожение деп айтады ғой. Сондай нәрселер болып, ат отравление болып, ертең аяғына жем түседі, қаны бұзылады, ат жалпы бұзылады. Сол үшін бір нормамен, бір қалыпты режиммен беріп отырамыз. Суын да уақытылы, сосын шомылдыру, атты өзі 40 градус қой. Бізде мысалы адам баласында 36 градус болса, рабочий температура, бұларда 40 градус болады. Сол үшін жазда көбірек күніге шомылдырамыз, атты ширатамыз, аунатамыз, ат өзі жеңілденіп тұрған, сол дұрыс. Құдай қаласа. Аға, міне осындай сұхбаттарыңызға рахмет, көп осындай аттегі ағаларымыз көбейе берсін. Сіздің осы жылқыларыңыздың салымдары, бабы өте жоғары деңгейде бола берсін. Рахмет, Алла разы болсын. Сіздерге де үлкен рахмет. Осындай қолға алып, осындай бастап отқандарыңызға Алла разы болсын. Жемісін көріңіздер. Құдай қаласа сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Бізбен бірге болыңыздар.